Ұлттық киім киіп келген үшін блогерді Хан Шатыр сауда үйіне кіргізбей қойды. Бұл оқиға әлеуметтік желде есіп, адамдар ойын-сауық кешеніне сынды, қарша боратты. Сауда орталығының басшысы артынша ақталып видео түсіріпті. Сонда не деді? Қазақ тілі мен дәстүрін сыйламайтындай не көрінді? Осыған дейін қазақ тілін мойынсұнбаған Қазақ кофе мекемесі жабылатын болды. Былтырғы Чокофемили холдингінің иесі бойкот әлі ұмытылған жоқ. Енді міне солардың күйін Хан Шатыр орталығы кешудің алдында тұрған сыңайлы. Ел азаматтары тәуелсіздік күніне орай 3 күн демалды. Осы күндері Шерзаттың оқиғасын желеу еткен белгісіз бір топ көтеріліске үгіттепті. Қасиетті мерекеде бүлік шығарғысы келгендер кім? Сонымен Алматыда митинг болды ма? Демалыс күндері интернет неге жұмыс істемей қойды? Талғар қаласында жаңа әкім сайланды. Ол азамат кім? Жаңа басшысын қолдап 10 мыңға жуық тұрғын дауыс бергеніне қарағанда ел арасында беделді адам сияқты. Ел көлемінде талқыланып жатқан тақырыпты жаңа әкім реттей ала ма? Өңірдің проблемаларын жақсы біле ме екен өзі? Ақпардың кезекті шығарылымын бастаймыз. Ассалаумағалейкум. Құрметті көрермен, сіздерден қолдау болсын, біз бастаймыз. Тәуелсіздік күні қарсаңында Хан Шатыр сауда орталығы қызу сынның астында қалды. Күні кеше Қырмызы Жандос есімді блогер аталған сауда үйіне қазақ киіммен барып, әлеуметтік желісіне видео түсіргісі келген. Қаршадай қыз қазақтың ұлттық киімін киіп, орталыққа кірерінде күзет қызметкерлері жау көргендей кіргізбей қойыпты. Хан Шатыр деген атауының өзі ханның шатыры деген атауды алғаны жай маркетингтік тәсіл болғаны ма? Блогер Қырмызы Жандостың айтуынша, ол ұлттық киіммен қаланың көрікті жерлерінде бейнеролик түсіріп жүрген. Бәйтерек, Ақорда, мешіт сынды нысандардың маңында еш кедергі болмағанымен, Хан Шатырға жеткенде күзетшілер оның киіміне байланысты ескерту жасаған. Кәсіби түсірілімдер болатын болса, міндетті түрде рұқсат сұрау керектігін жақсы білем. Мұнда жай ғана телефонға жасалып жатқан дүние. Яғни саяхатшы, туристер де дәл біз секілді сол жерге барып, Хан Шатырдың алдына видео немесе сурет сала алады. Менің де ой болды, қыздарыма, командамда жүрген бір түйір қызым бар, видеомен түсіріп тұрған. Бізге кедергі келтірді. Кейін мен айттым, енді не себепті болмайды десем, күзетші менің ұлттық киіміме тиісті. Мені таңғалдырған дүние. Сосын қалай болмайды десем, сонда саяхатшы келеді, осылай суретке түседі, ол да рұқсат сұрау керек па? Сіздер келген бар келуші сізден телефонмен видео түсіру үшін рұқсат. Мәселе бұл жерде сіздің ұлттық киіміңізде деген дүние болды. Мойындау керек, мен ол кезде ашумен салдым ол видеоны 14 күні. Ашылған бұл қалай болғаны деп, тіпті Хан Шатырға кіру ойымда жоқ еді. Мен ішке кірмейсіз, ұлттық киіммен кірмейсіз. Ішке кірмейсіз, түсірілім жасайсыз, мен жүруге болмайды іште дегесін. Мен ашуланып, ішін бір аралап шықтым, мойындаймын. Кейіннен сол күні ашумен салғаннан кейін менде радиода эфир болды. 2 сағаттан кейін Инстаграмға кірсем, 150 мың қаралым жинапты. Артынша халық келмей қояды деді ме, Хан Шатыр ойын-сауық орталығының басшылығы әлеуметтік желіде ақталып кешірім сұрапты. Одан бөлек бұған дейінгі қазақ дәстүрлерін дәріптеуге үнемі қолдау білдіріп келеміз деген екен. Айта кету керек, мұндай орталықтарда видео түсіру қиынның қиыны. Бұған біз де бірнеше мәрте куә болғанбыз. Оған қарағанда мемлекеттік нысандарға кіру оңай ма дерсіз? Осындай кәсіп нысандары қазақи атау алады. Ұлттық мереке кезінде ғана емес, жалпы күнделікті осындай қазақи салт дәстүрге берік болуға тиіс деп ойлаймыз. Осы орайда Хан Шатыр сауда үйінің басшылығына бір ұсыныс айтсақ деп едік. Атауынан адам үркетін Хан Шатыр деген атауы бар үлкен сауда үйінде қазақтың ұлттық бұйымдары, киім-кешектері сатылатын дүкендері бір елеусіз ғана бұрышта ғана емес, тура көрінетін жер төрінде орналасса нұр үстіне нұр болар. Өйткені ұлттық нақыштағы тауарлар мен киімдерге сұраныстың барын көшпенділер ойынан да көрдік. Мұның өзі сауда орталығына жергілікті тұрғындары ғана емес, шетелдік туристерін тартар бір әдіс деп ойлаймыз. Тіпті ішінде қазақша киім киіп жүрген адамдардың көзі де көз тартатын көрініс емес пе? Талғар қаласының әкімі тағайындалды. Талғар қаласының әкімі қызметін Арыстанбек Әбілқайырұлы атқаратын болыпты. Талғар аудандық аумақтық сайлау комиссиясының мәліметінше Арыстанбек Әбілқайырұлына 9071 сайлаушы дауыс берген.
Сайлаушылар тізімінде барлығы 42.774 адам енгізілді. Оның 12.875-і дауыс берді. Қала әкімі лауазымына үміткер Жәнібек Кәденов 1875, ал Әлібек Рамазанов болса 1140 дауыс жинады. 182 сайлаушы барлығына қарсы дауыс беріпті. Еске салсақ, тізімде 3 кандидат болды. Талғар тұрғын үй жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы 1983 жылғы туған Арыстанбек Абихайырұлы Аманат партиясы атынан ұсынылыпты. Қазір Талғардан тыныштық кеткен шақта осындай өлкеге басшылық етудің өзі үлкен сын сияқты. Республика көлемінде талқанып жатқан Шерзаттың оқиғасын барлықтарыңыз естіп көріп жүрсіздер. Айналдырған 2 айдың ішінде бір отбасының оқиғасы өңірдегі бірқатар былыққа батқан шенділер мен криминалды оқиғаларды көтерді. Тіпті соңғы Шерзаттың әкесі жерлеу рәсімінен кейін базынасын жеткізгісі келіп қамауға алынды. Сол сәтте өңір әкімі жанында болып, оқиғаға басу айта алмаған. Тіпті әлеуметтік желі қолданушылары қаскөйлер жағып кеткеннен кейін үйімен қамтамасыз етпеген жергілікті әкімдікті біраз сынға алған болады. Жалпы Талғар өңірінен түрлі ақпараттар шығып жатыр. Айдың күннің аманында анасының көзінше баласын өлтіріп, артынша үйін жағып, кейін сол уақытта абақтыдан адам қашып кетеді. Зорлық деректері де көп болды. Бұл айналдырған 3 айдың көлемінде болған іс. Талай жылға қордаланып қалған қылмыстық іс пен әділетсіздікті жаңа әкім реттей ала ма? Оны енді уақыт көрсетеді. Міне айтып ауыз жиғанша Талғарда тағы бір сұмдық оқиға болды. Талғарда ер адам бір тұрғынға пышақпен шабуылдамақшы болған. Көлік ішінде түсірілген видеода 2 ер адам көрсетілген. Біреуі қашып бара жатса, екіншісі оны қуып жетуге тырысқан. Ал ер адамның қолында пышақ ұқсас зат болған екен. Шабуыл жасамақ болған ер адамды әйел адам тоқтатуға тырысқан. Жазбада оқиға бүгін түнде сағат 3:55-те болған айтылған. Желтоқсан айы жалпы біздің ел үшін өте ауыр ай десек те болады. Өйткені күннің суығы мен сонау 1986 жылғы желтоқсан ызғары бар. Тәуелсіздіктің жолында қаза болған боздақтардың тағдыры бар ай. Тәуелсіздік мейрамы деп аталса да, ел азаматтары бұл күнді атап өткеннен гөрі еске алу ретінде қолданып келді. Осы күндерде Қазақстан азаматтары 3 күн бойы демалды. Дәл осы кезеңде халықтың көңілі де күңіреніп тұрды. Тәуелсіздік күні қарсаңында полиция қоғамдық тәртіпті азаматтардың тыныштығы мен қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша жұмыстарын күшейтіпті. Мерекелік шаралар өтетін жерлерде, сондай-ақ азаматтар көп жиналатын орындарда және мемлекеттік қорғауға жататын нысандарда полиция нарядтары көбейді. Жедел басқару орталықтарына қосылған бейне бақылау камераларының көмегімен бақылау да күшейтіліпті. Байқайсыздар ма, дәл осы күндері елде интернет байланысы нашарлады. Бұл туралы халық осы күндері қайталанатын көтерілістен қорыққан биліктің әрекеті дегенді айтып жатыр. Ал байланыс операторлары жауапты министрлікте бұл күндері интернеттің жылдамдығына қатысымыз жоқ деп ақталыпты. Дәл осы кезеңде ел үшін сынақ кезеңі деуге әбден болады. Өйткені тәуелсіздік күні қарсаңында Талғардағы оқиғаны желеу етіп, елде дүрбелең тудырғысы келген бір топ шықты. Олар әлеуметтік желіде белсенділігін арттырып, түрлі видеоларды әлеуметтік желіге жариялай бастады. Тіпті бұрынғы халық жиналған ескі видеоларын салып, оны Шерзат үшін жиналған жұрт деп көрсетуге тырысты. Оның астарында қандай ой жатқанын бір өздері біледі. Осы күндері Алматыда желтоқсан көтерілісі болған алаңқайда гүл шоқтары қойылып, халық тәуелсіздік жолында өмірін қиған тұлғаларды еске алды. Осы күні де Алматы жұрты алаңға жиналды. Қала басшысы да келіп, монументтің алдында гүл шоғын қойыпты. Алматы әкімі кете бере алаңға бір топ шеруге шыққандарда табылды. Олар қолдарына плакаттар ұстап, желтоқсан оқиғасында мерт болған тұлғаларды еске алды. Гүл шоқтарын қоюға шыққан бірнеше азаматтардың қолында Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөзі жазылған плакат болды. Видеодағы желтоқсаншы Тоқаев бізді қолдап отыр дейді, бірақ желтоқсанның шындығы ашылмағанын айтып отыр. Плакатты біз өзіміз жасаттық, ұзындар. Тоқаевтың өзінің берген, бізге желтоқсанға берген мінекей. Ал енді өзіміз іске барайық жүрміз. Өздеріңіз жасаттыңыз? Өзіміз жасатып, өзіміз осы жаңағындай Тоқаев бізді қолдап отыр мінекей. Осы желтоқсанда бізді бәрімізді желтоқсандықтарды мінекей жариялауға бәріне түгел не берді. Мінекей көрдің бе, орысшасы бар ма? Жалпы тәуелсіздіктің шындығы толықтай ашылды деп есептейсіздер ғой? Ашылған жоқ. Ашылған жоқ.
Енді ашады деп, ашуға толық Тоқаев. Бұны 2 жыл болды. Тоқаев айтып отырған мінекей. Жоқ, кеше де берді жаңадан. Сол Тоқаев ашуға уже көмектесетін болып, ашуға енді ашылады деп ойлаймыз. Әлеуметтік желі қолданушылары бұл шеруді митинг деп атауға келмейтінін жеткізіп жатыр. Бұл әкімдіктің жасаған спектаклі дегендерде айтқандар бар. Дегенмен, желі қолданушылары дәл сол күні Алматы алаңында полицейлер күндіз түні күзетті күшейткенін жарыса жариялап жатты. Жалпы тәуелсіздік біздің тарихта жүгі ауыр, қастерлі тақырып. Сондықтан да қанша қалыпты болып естілгенімен, тәуелсіздікті сізбен біз болып қастерлемесек, қадірі кететіні анық. Осы орайда барша қазақстандықта тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болсын дей келе, бүгінгі шығарылымымызды аяқтаймыз. Ел іргесі берік, жастарға сана, ересектерге қанағат тілейміз.